Жолдастар, кеттік. Жұмысымызды бастаймыз. Контейнерimiz ауыр өте. Nach 80 Metern biegen Sie links ab, Rotenhäuser Straße. Сағат 4 болды. Болса жанса не болды соншама. Так, жаңа ғана оянып, кофемді ішіп алдым. Biegen Sie links ab, B4. Кофемді ішіп алдым. Қазір заправкаға кіріп жанармай алу керек. Biegen Sie links ab. Қазір заправкаға кіріп. Nach 2 Kilometern bleiben Sie rechts. Заправкаға соғып кету керек, шамалы свежий нан алу керек. Свежий нан алып ары қарай кетеміз. Әдейі ашып қояды. Өйткені кейбір адамдар бар да енді ұрылар ғой енді. Nach 500 Metern bleiben Sie links, dann fahren Sie auf. Ұры кірмесін деп сол ашып қояды арнайы. Менде дым жоқ ұрылайтын деген сияқты. Так, мына заправка дегенде келдік. Резко кіріп шығып ары қарай кетейік. Так, кофе мен нан алдым. Осы тойғанымызбен қайттық ары қарай. 283 шақырым көрсетіп тұр. Таңғы сағат 8-де бүгін құжаттар бойынша жүгімізді тапсыруымыз керекпіз. Жететін жерге дейін 3 сағат 44 минут деген 4 сағат дешенде. Тақов 4,5 сағат жетуіміз керекпіз енді. Уақыт жету керек, спокойно. 8-ге дейін жетіп алып, жүгімізді тапсырып дем алып, шамалы сол жерде кері қайтамыз. Не болды саған? Ё-моё, қуып кеттің бе? Өзінің өмірмен өмір сүріп тұр ғой, ё-моё. Көкебас, не істедің сен? Сыймайсың ғой жерге. Тұратын болсаң әжеге тұру керек еді ғой, оны жаққа қарай. Nach 200 Metern bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. В общем, автобанға шығып жолдастар кеттік. Не жаңалық дейсің ғой? Не жаңалық болғанда не ғой? Тісімнің бір пломбысы не қылған? Жұтып қойған ма әкесін осы? Тамақ жеп отырсам өзіммен өзім. Бірдеме тырс ете қалды. Бірдеме тырс ете қалды. Ойлаймын, мынау не деймін да деймін. Колбасаның ішіндегі енді бірдеме шығар деп енді жей бересің ғой, сөйтсем сым қалыпты ғой, пломбысымен қоса. Ё-майо, не істейсің?
Короче говоря, стоматологты іздеп, стоматологқа жазылдық Александрмен бірге. Сөйтіп стоматология бар. Барсам, 1900 жылдардың басында салынған үй, соның үйдің ішінде стоматолог бар екен, клиника стоматологическая. Короче говоря, бәрін айтты, бірін айт дейді. Пломбын салып бір, тамаша қылып, сықитып тұрып, короче говоря. И сонымен қанша десем, 180 евро скидкамен дейді. Короче говоря, 180 евроға бір пломб салып беріп, сол қолымды алып, давай брат, жақсы дейді. Короче говоря, солай ауырған өте қымбат. Ол бір, екіншіден қалай ауырсам да саған сапалы медициналық көмек көрсетеді. Бұл екі, үшіншіден менде страховка бар. Осы Германия бойынша страховкам бар. Сол страховка бойынша менен ақша алған жоқ. 180 евро счет жазып берді, соған қол қойдым. Сол екі экземпляр ғой енді счеттың. Біреуі маған берді, екіншісін сол осы сақтандыру компаниясы бар, осы жақта Германиядағы мен тіркелген. Соған жібереді, сол сақтандыру компаниясы ақша төлейді. Бұл жағы енді тамаша деп ойлаймын. Сөйтіп тісімді істеттіріп, сол демалысты өткіздік. Жолдастар, неше түрлі жынды көліктер бар ғой, о-майо. Жана агонға шығайын дедім де, шықпай-ақ қояйын. Әдейі осы сендерге түсіріп көрсетейін деп, действительно жынды машина екен. Аэрографанияны мамалап тұрып сурет салып тастаған. Егер ақша жағынан қарайтын болсақ, ол да енді біраз ақша тұрады енді. Тем более бүкіл фураны саған жетеді енді көп, өте көп. Өстіп суреттеп тастаған, әдемілеп тастаған, неше түрлі көлік көп. Так, біз жетіп қалдық, 31 шақырым қалды, 33 минут дейді, құдай қаласа. Липштадт деген бір қалаға келе жатырмыз. Алдымызда осы контейнерді сол жерде босатуымыз керекпіз. Босатып, кері қарай қайтамыз бос контейнермен. Кері қайтқанда я Минден, я Бобе деген, Базацуфлен деген қала бар. Сол қалаларда Бобе деген компания бар, соған баратын шығармыз деп ойлаймын енді. Оның бәрін көре жатармыз. Bleiben Sie links. Жеттік міне. Bleiben Sie links, dann nehmen Sie die Ausfahrt. Так, сол жаққа қарай ғой, иә, сол жаққа қарай. Nach 400 Metern nehmen Sie die Ausfahrt B55 Richtung Lippstadt, dann bleiben Sie links. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann bleiben Sie links. Lippstadt дейді, 64-ші трасса екен. Nach 400 Metern bleiben Sie links, dann bleiben Sie links. Айтсаң болады ғой. Жиырма 4-те 300 алып келе жатырмын. Почти 24,5 тонна ғой. Не алып бара жатқанымды білмеймін, қазір барғасын көреміз. Барғасын қазір жеткесін артта ашу керек, пломбаны қиып, артта ашып. Bleiben Sie links, dann bleiben Sie links. Жүгімізді
тапсырамыз. Вот сол кезде көрерміз. Nach 400 Metern bleiben Sie links. Bleiben Sie links. Так, өткізіп жіберейік мына кішкене жалмауыздардың бәрін. Бәлем, мына қысқа жолмен кетем ба деу, навигатор алып келді де қораға тықты. Ема, зорға дегенде кері айналып, кері кетіп бар жатырмыз. 1 километрден кейін қазір не болады? Трасса болады, сол қайтадан сол трассаға шығып әрі кету керек. Болады осындай. Ой, әкең сен тоқта. Екеуміз өте алмаймыз ғой. Блин, бір жақсы жері адамдар жалмауыз емес әйтеуір. Тоқтайды, өздері тоқтап, өткізіп жіберіп, сөйтіп көмектеседі енді. Басың дұрайын, ё-моё. Жолдастар, машина мына жерге қойып жаяу барып қайту керек, өйткені знак тұр. Грузовой болмайды деп. Милиция шақырып жіберіп қамап тастар әкең ауыз. Анау жазылып тұр 322 оң жақтағы бұрыш ар жақ екен. Так. Біз дұрыс келіппіз, бірақ ориентация картаға дұрыс қарамаппын. Прямо кетсек, прямо сол жерден бір-ақ шығады екенбіз ғой. Ар жағында болу керек, короче, мына жолмен кете берсең, прям сол жерден бір-ақ шығуымыз керекпіз. Көрейік енді. Грузовыға болмайды деп тұрға. Болмайтын болса болмайтын шығар, өйткені қазір жүріп кетсең өз жермен бірден полиция шақыру мүмкін. Асфальт шамалы не болуы мүмкін, ой жіберуіміз мүмкін. Сондықтан да лишний раз рисковать етудің керек жоқ. Анау тұрған 322 деген солау деймін. Походу солау деймін. 322 де немісше қалай қойды. 318, 320, 322 походу анау прям тұрған алдымызда. 342 мына жақта. Да, жігіттер болды. Жүгімізді тапсырып кеттік. 25 тонна почти. 24-те 500 ба, 24-те 600 ба сондай. Коньяк алып келіппіз. Армянский коньяк, Армениядан. Жігіттер түсіріп алды. Документтерімізді алып, құжаттарымызды шығып бара жатырмыз. Қазір Базацуфлен деген қала бар. Сол қалаға барып, осы нені тапсырамыз. Контейнерді. Осы контейнерді тапсырып, басқа полный контейнер алып қалаға кетеміз. Жылдамдату керек, өткені уақыт аз. Nach 80 Metern biegen Sie rechts ab, K34, Mastholter Straße. Қалай көрсетіп тұр мынау? Дұрыс көрсетіп тұр ма? Жоқ, кері қарай шығу керек. Кеттік. Келген жолымызбен шығып бара жатырмыз. Biegen Sie rechts ab. Әтпесе болмайды. Жаңағыдай ауылға кіріп кетсең, шыға алмай жүресіз осы. Жол деген тар кейін осы. Есің барда елің тапты, кеттік. Жәме артқа қайтайық. Так, келдік, келетін жерге. Қазір контейнерімізді тапсырамыз мына жігіттерге. И басқа контейнер алып қайтамыз. Жаңа контейнер әкеп тиеп берді. Жігіттер, тахограф бойынша 1 минут қалды. Қазір осы 1 минут тұрып тастап, сосын бізде 4 сағат 30 минут беріледі. Сол уақытта алып аламыз да тартамыз.
Өткені қалғаны 3 сағат 33 минут еді ғой. 45 минут тұрдық мына контейнерді күтеміз деп. Өткені бірінші контейнер жоқ екен бұл жерде. Екінші контейнерді алып келді. Лагисберген. Соны тиеп алып, бекітіп қойдық контейнерді. И қазір шығамыз. Міне бітті. 7 сағат 4 минут, 5 сағат 12. Все түсінікті. Так, кеттік. Ар жағында тағы да бір жарты сағаттай уақыт қалады ау деймін де. Жарты сағат емес, бір жарым сағаттай уақыт қалады. Осы тойғанымызбен қайтайық. Контейнер нормальный екен, что-то. Осы көтерілмеді ғой. Полный контейнер. ЦТА деген терминалға барып тапсыру керек бұл контейнерді. Так, мына жерде байқау керек, өткені алдында тез өтем деп асын тигізіп алғанмын. Қалаға дейін бүктеті бір 2,5 сағаттай бар ғой. Қазір автобанға шығып аламыз, автобанмен ұрып отырамыз. Жаңбыр жауып кетті, әйтеуір Құдайға шүкір. Лобовойдың бәрі тазарып қалды. Әйтеуір шыбын шіркей толған. Пробка айттым ғой, төбеде жаймен ұрып бара жатыр машиналар. Біз әйтеуір жетті, қазір Құдай қаласа бір 5-10 минутта уже боламыз. 5-10 минутта жетіп жүгімізді тапсыруымыз керекпіз. 3 ай болғасын енді анау-мынау осындай жолдарды, қысқа жолдардың бәрін біліп аласың енді жаймен. Мына жолда алдында білмейтін едім. Қазір уже пробкада тұрғын келмегесін. Анадан сұрап, мынадан сұрап уже білесің, қай жерде қандай жол бар екенін. Сөйтіп, қойшы әйтеуір жаймен үйреніп келе жатырмыз. Навигатор көрсетіп тұр, сол жағымыз плотно, конкретно пробка болып тұр. Так. Айтпақшы, қазір оң жағымызда постоянно Edition 2 деген машина бар, сол тұрады. Біздікі Edition 1 ғой. Мына жерде жұрт кетіп қалыпты ғой. Осы жерлерде тұратын еді. Жоқ уже. Завордың ар жағында тұр. Алдында көргенмін, ысылдап тұр ғой. Ё-майо. Цветі деген жынды енді. Матовый цвет түсі. 630 күші бар ғой. Ё-майо. Менікі 530. Ана 630-ын енді жыртады десе, действительно жыртады. Мен айтамын да, саған не керегі бар деймін да, осындай күшті машинаның. Ауыр контейнер тасыйын дейді. 27 тонна, 28 тонналық контейнер тасыйды. Мен пока 26 тоннаның ауыр тасып көрген емеспін. 26 тоннаның да енді нормально ғой. Контейнер салып берген кезде, артындағы дөңгелектерін жүкті түсіруге келген кезде отырады ғой прям. Айтпақшы, ертең азанда мына жерге келу керек. Фитосанитарный контроль өтеміз. Бүгін қазір барып мынаны тапсырып, басқа контейнер алып, сол. Қазақстан жалауын көріндер ма? Чөті көп жігіттер Қазақстанның жалауымен жүрген. Мына фирмада жұмыс істейді өйден көбісі. Кеше екеуін көрген мәне, осы сияқтан шықпай жатқан. Так, таза ма? Таза бар. Мынау ғой, мына алдымызда ЦТА деген жер. Осы жерде осы контейнер тастап кетеміз қазір. Тастап кетіп, осы жерде 2,5-3 шақырым жердей басқа терминал бар. Сол терминалға барып басқа жүк аламыз. Так, мынандай терминал. Кеттік ары қарай. Картың тигізесінде өстіп барып тұрасың. Осы жер деген, ё-майо, осы жердің деген капец қой мынауың деген. Тіреліп тұр ғой что-то.
не деген өшіреді мынау? Терминал істемей тұр ма? Өшіңе сен. Блин, жеттік па, жетпедік па? Екінші қатарды ашыпты ма кейінгі осы? Қашан ашады деп отыр едім. Қаншама не бар, кіретін жер бар. Талпа болып кетті мына жердің бәрі.